Достар, мен қателік қай жерден кеткендігін анықтадым. Бұл бізде Subheader классында, естеріңізде болса, біздер гридтік жүйені қолдану үшін бізде міндетті түрде контейнер классы болу керек, оның ішінде белгілі бір row болу керек, содан кейін барып колумндарды қосуымызға мүмкін болатын еді. Сондықтан бізде rowды шақырайық. Солайша біздің конструкциямыз жүзеге асады. Енді қарап көрейік, тексеріп көрейік сайтымыздан. Мінекей, егер қарап отырсақ, мінекей өзіміздің конструкцияларымыз жүзеге асып тұр. Сондықтан біздер ешқашан осы ережені ұмыт қалдырмауымыз қажет. Енді осы нәрселердің біздер стилистикаларын сәл өзгеріп кетіп, соларды дұрыстап жіберейік. Біздерде бірінші біздің Subheader логода margin top болу керек. Margin topты қазір санап көрейік. Margin top бізде мына элементке 16 пиксель жерді құрап тұр. 16 пиксель жерді алып тұр. Соны енгіземіз. Окей. Енді келесі кезекте бізде officialдың барлығы дұрыс. Колда бізде 23 пиксель слишком үлкен орында алып тұр. Сондықтан бұны кішкене кішірейтіп 20 пиксель деп алып көрейік. Және де енді сайтымыздан қарап көрейік, осының барлығын тексеріп. Мынау вроде жақсы істеп тұр. Енді келесі кезекте бізде заказать звонокты астына түсіру керек, маржин беру керек, және де бұл кішкене өзгеріс табу керек. Егер де біздің нәрсемізді, егер де макетіміздегі баттына қарайтын болсақ, бұның жандары дөңгеленген, және де маржины бар. Ең бірінші маржинын қарап алайық. Маржинын анықтау үшін мінекей 19 пиксель екендігін байқап тұрмыз. Маржинды жазайық бірінші баттынға. Margin top бізде 19 пиксель. Келесі кезекте бізде border дегенде solid. Бұл жерде бізге border керек емес, сондықтан none деп белгілейін. Және де яғни бордері жоқ деген мағынаны білдіреді. Келесі кезекте бізде өзінің градиенті бар екен ішіндегі суреттің. Және де бізге тағы да қажеті бұл жерде жазу border radius деген дүние. Border radius ол бізде кішкене оны дөңгелендіреді. Егер де біздер қарастырайық, 100% дейтін болсақ, 100% деп енгізетін болсақ, онда біздің мінекей баттынымыз дөңгелекке ауысады. Сондықтан соны жүзеге асырмау үшін бұл жерде біздер примерно 4-5 пиксельдей беріп көруімізге болады. 4 пиксельдік көрейік, қалай өзгеріс тапады екен. Мінекей, өзіміздің қажетті ауқымға келді. Енді заказать звоноктың ішіндегі жазуындағы белгілі нәрсені қарайық. Мына жерде font size, font family керек емес бізге. Line height бізге керек емес. Transform, мінекей uppercase, қалғандардың барлығы дұрыс деп ойлаймын. Енді сайтымыздан қарап, мінекей жаңа line height болған кезде бізге астына түсті, сондықтан оны қолданбауымыз қажет. Мінекей заказать звонок, барлығы әдемі қалыпқа келді. Енді келесі кезекте бізге артынан фон қою керек, және де ол мына фонның үстін басып жату керек. Сол нәрсені жүзеге асыру керек, және де осы мынау мақтағы нәрселер, текстік жазулар жазымыз керек. Оны жасау үшін біздер жаңадан section ашамыз. Бұл sectionымыздың аты. Header бітті, яғни енді келесі кезекте біздер жаңа section ашамыз. Және де оның есімін promo деп береді. Себебі осындай алғашқы беттерді көбіне promo деген атпен атайды. Окей. Енді осы секшнның ішіне біздер контейнер шақырамыз. Себебі бізге контейнер классы арқылы екі жағынан ортасына жинақталдыру керек. Және де енді
бұл жерде де біздер гридтік жүйені қолданамыз. Сондықтан біздер жаңағы қателікті істемес үшін бірден row'ды шақырып алайық. Row классын, row классының ішіне өзімізге қажетті элементтерді column арқылы беретін боламыз. Коробканың ішіне салатын боламыз. Біріншіден бізге мына h1 тексті керек, және де астына h2 тексті мына приглашаем деген. Үшіншісі бұл текстік жұмыс, текстік мынандай нәрсе, және де кнопка саналады. Бұның барлығын тестер жасап тастайық. Бірінші бізге column md10 жерді алатын, және offset. Қазір бұл нәрселердің не екендігін түсіндірем сіздерге. md1. Неге бұл конструкциялар жазып жатырсың деген сұраққа жауап берем. Бұл сыртқы коробкасы болады, яғни оболочкасы болып саналады. Егер де мысалы гридтік жүйені қосып қарайтын болсақ, неге біздің осы элементтеріміздің барлығы мына жақ жағына бір offset, мына жақ жағына бір offsetті жіберіп тұр. Яғни біздің элементіміз 12 колумнның ішіне емес, 10 колумнның ішіне орналасып тұр. Сондықтан екі жақ жағын offset арқылы, бір арқылы беріп, жалпы элементіміз 10 колумнның ішінде орналасқан деген мағынаны білдіріп тұр. Бұл сыртындағы мына коробка, мына жердегі коробканы білдіреді. Осы коробканың ішіне біздер h1 тегін, h2 тегін, және де осы текст қосымша, және де отправить заявканы салуымыз керек. Енді өз кезегінде h1 тегін шақырамыз, және де оның есімін promo header деп берейік. Header. Келесі кезекте біздер h2 тегін шақырамыз, оның атына promo subheader деп берейік. Келесі кезекте бізде текстік қосымша болады, оны promo description деп береміз. Дифті қосымша болып табылады. Енді келесі кезекте бізде баттын болу керек. Мен сіздерге тез жазып көрсетіп жатырмын. Бұның есімі promo button болсын. Promo button. Енді қажетті нәрселерімізді авокодтан копировать етіп алайық. Копировать етілді. Енді мына жерге қоямыз. Приглашаем водителей дегенді біздер h2 тегіне жатқызамыз. Енді келесі кезекте бізде текстті қосымшамызды енгіземіз. Қазір оны дұрыстап жатамыз. Мына жерге баттонға отправить заявкуды жазайық. Енді бұл жерде біздер вид арқылы мына жерде бізде BR тегін қолдану керек, себебі бізде отступ жасау керек қой. Екі BR тегін қолданамыз. Ол біреуін астыға түсіреді, біреуін сондай жерге түсіреді. Біреуін мына жерден ауысуға, біреуін осы отступтан төменге түсіп жазуға мүмкіндік береді. Енді келесі кезекте біздер бұл жерде бұларға стилистикалық қосымша берейік. Оны жасау үшін ең бірінші sectionды шақырып аламыз. Біздің sectionымыздың аты promo аты бойынша, классы бойынша шақырып аламыз. Одан кейін біздер оған өзіне қажетті біздер мына sectionды үстінен басқан кезде бізге 799 пиксельді тауып тұр. Сол 799 пиксельді алайық. Бізде height, бұл жерде және де main height деп жазғанымыз дұрыс, себебі бұл әртүрлі компьютерда да көрініс табуы мүмкін, телевизорден де біздің веб-сайтымыз бақылауға алады. Сондықтан мен сөзін міндетті түрде қосып алуымыз қажет. Минималды түрде біздің heightіміз 799 пиксель деп жазып жатырмыз. Келесі кезекте backgroundты сурет қою үшін backgroundты шақырамыз, және де URL. Мына жерде осындай тырнақша саламыз, және де ең бірінші біздер өзіміздің жұмыс стилімізден шығамыз. Одан кейін біздер image папкасына кіреміз. Одан кейін image папкасының ішінде background деген біздің папкамыз бар. Соның ішінде main bg деген
нәрсені шақырамыз. Келесі кезекте оны орталықтандырамыз. Және де center cover деген нәрсені жазамыз. Және де оның қайталанбайтындығын айтамыз. Енді келесі кезекте біздер бұл жерде headerға қосымша берейік. Promo header. Енді өз кезегінде оны авакодтан қарайық. Түстері татырыңыздар. Мына жерге шейін аламыз. Мына ортақ қосымша және де мына жерге шейін аламыз. Мына жерден бастап мына жерге шейін аламыз. Приглашаем дегенді басқа астындағы текстік қосымшамен алатын боламыз. Барлығын реттейміз. Және де қажет емес нәрселерді кетіріп тастаймыз. Line head керек емес. Font family керек емес бізде. Осылайша ауыстырамыз. Font weight 700-ге тең болып тұр, значит болтпен жазылады. Осылайша осылай. Және де бағанағы қосымшаларды, яғни margin беріп кетеміз, себебі 0 деп беруіміз қажет. Себебі біздің Bootstrap жүйесінен алынатын маржиндарымызды обнуливать етуіміз қажет. Келесі кезекте енді сайтымыздан бір мезгіл қарап көрейік. Бұның барлығы кашаға айналып жатыр. Көрсеңіздер, жазуымыз барлығы. Қазір бұның барлығын дұрыстайтын боламыз. Так, келесі кезекте бізде промоға қажетті өзіміз маржин беруіміз керек. Себебі біздің сөздеріміз мынандай белгілі бір жерде орналасып тұрған жоқ. Бір-бірінің үстіне орналасып жатыр, мына жердің үстіне. Сондықтан белгілі бір оған маржин беруіміз керек. Сондықтан бұл жердегі нәрсені біздер padding арқылы бергеніміз дұрыс деп санаймын. Яғни padding арқылы берсек, бұл нәрсе дұрыс орналасатын болады. Яғни біздер астыңғы бөлігінен қарайық, қанша пиксель, 160 пиксельді құрап тұр. Және үстіңгі жағынан қараймыз, 151 пиксельді құрап тұр. Сондықтан солай жазып көрейік. Padding арқылы береміз. Padding 150 пиксель. Екі жағынан 0 пиксель және де 160 пиксель. Және де 0 пиксель деп беріп көрелік. Енді өзіміздің қажетті аумақтарға келіп тұр. Енді келесі кезекте font size осындайға тең. Енді бұны біздер орталықтандыруымыз керек, яғни элементіміз біздің ортасында орналасу керек. Және де осы приглашаем қалған бөліктердің стилистикасын жазамыз. Ең бірінші тез мына жерде text align center жазып кетейік. Келесі кезекте біздер promo subheader шақыруымыз керек. Subheader шақырайық. Promo subheaderдің ішіне өзімізге қажетті стилистикалық қосымшаларды, мына жерде тұр. Астындағы стилистикаларды алатын боламыз. Мына жердегі. Бұл жердегілер алынды, және де мына жерге шейінгі аумақты алуымыз қажет біздер. Себебі ол жалпы стилистика болып саналады. Font family керек емес бізге. Енді жүзеге асырып оны сайттан көрейік. Астына
келді. Также Text Align Center жазуымыз қажет. Text Align Center. Text Align Center. Мінекей. Зеге асты. Font size бар, font weight бар. Осылайша. Енді үстінге қарағанда оның маржины береді. Мына жердегі line height үлкен. Line height алып тастаймыз. Және де маржиндарын обновливать етуді ұмытпайық. 0. Енді, потому что бұл бізде Bootstrap ребуттан алынатын болғандықтан, оны обновливать етуіміз керек. Және де үстіңгі жағынан примерно екеуінің ортасы 20 пиксельдей деп айтуға болады. Сол 20 пиксельді енгізейік margin top. Давайте 20 margin top 22 пиксельді енгізіп көрейік. Неке сайтымыз өзінің қалпына келді. Енді келесі кезекте түсін өзгерту керек, және баттын істеу керек. Ол үшін біздер promo description класын шақыруымыз керек. Promo description'ның ішіне копировать етеміз. Бүкіл қажетті аумақты. Окей, қоямыз. Таппен дұрыстаймыз. Мына жерде line height керек, себебі бұл үлкен тексттік жұмыс болғандықтан роботаны алып тастаймыз. Және де оған center align center керек болады. Келесі кезекте margin тобын берек. Margin тобын өлшеу үшін мінекей 23 пиксель екендігін көріп тұрмыз. Margin топ 23 пиксель деп енгіземіз. Мінекей. Енді келесі кезекте бізде promo баттын жасауымыз керек. Promo 10. Оның ішінде жасау үшін біздер ішіндегіні копировать етеміз. Жердегіні. Келесі кезекте ішіндегі тексттің тоже стилистикасын копировать ету керек болады. Окей. Неке бізде font family керек емес. Line height тұра берсін. Жоқ, керек емес, себебі бұл қосымша орын алады. Және де бұна жерде бордерді біздер non деп білдіре салайық, себебі маған жаңағындай астында 4 пұшты болып тұрған ұнамайды. Және де қарап көрейік өзіміздің сайтымыздан. Мінекей өзіне келді. Енді margin тобын беруіміз қажет. Және де оны орталықтандыруымыз қажет. Бұл бізде баттын inline элемент болғандықтан оған дисплейін өзгертуіміз қажет ең алдымен. Display block деп өзгертуіміз қажет. Және де marginді осылай берейік. Енді қарайық, бізде жоғарғы жаққа санағанда 143 пиксель жерді қамтып тұр. Және 143 пиксель жерді қамтып тұр. Және де 118 пиксель жерді қамтып тұр. Жаңа мен текстен бастап өлшеппін. 118 пиксель жерді қамтып тұр. Және біздер auto арқылы ауыстыратын едік, орталықтандыратын едік. Егер де осылай тұрса, бізде орталықтандыратын еді. Бірақ бізде астыңғы жағын уже паддинг арқылы беріп қойғандықтан, астыңғы жағына тағы да 118 пиксель қосылатын болса, мына топқа да, боттомға да жұмыс жасайды. Онда біздің кнопкамыз өте алыс орналасып кетеді біздің аумақтан, сондықтан 0 деп өзгертеміз.
және де auto дейміз. Егер мына жерде біз 118-ді өзгертпейтін болсақ, бізде padding арқылы оның нәрсесін берген болатын, 160 пиксель екендігін. Сондықтан мінекей көздеріңізше көрсетейін. Ай, 135 пиксель екендігін. Міне 135 пиксель екен, мына жерде қателеспеппіз. 135 пиксель екендігін өзгертсек. 135 пиксель. Неке, осылайша біздер оған паддингті беру арқылы оны ботты реттеген болатынбыз. Сондықтан мына жерде 0 деп беріп кеттік. Енді сайтымыздан қарап көрейік. Неке, біздің қалаған нәрсеміз орындалды. Мына жерде shift кішкене ыңғайсыздау көрініп тұр, бірақ дегенмен өзге шрифттерді қосса да осындай әдемірек нәрсе орын алады. Бірақ бізде қараңыздар, мына жерде осындай сайт болғандықтан бізде робото, жалпы макет үшін робото нәрсесі қолданғандықтан, мінекей робото зейн, робото лайт қолданғандықтан бізде шрифтті өзгерте алмаймыз. Мына жерде Nokia Sans деген бұл қателік болып саналады. Бұл жердегі мына макеттердегі мына жазулар үшін қолданылған шрифт болып саналады. Мінекей Font Family Nokia. Бұл жерде біздер оны жалпы лого ретінде санағандықтан, бұл жерде Nokia Sans'ты қолданбаймыз. Шрифт ретінде мінекей. Енді бізде қараңыздар, сайтымызды қарайтын болсақ, бізде шапканы кішкене шапканы дұрыстау керек. Достар, естеріңізде болса, біздер ең алғаш хедерді жазған кезде біздер nav бірінші контейнердің ішінде орналасқан болатын, және де хедерға, яғни мына бөлікке, біздің авокодымызда мына бөлікке біздер хедер ретінде обращаться еткен болатынбыз. Өз кезегінде одан кейін мына аймақ қосылғаннан кейін бұл бізде хедер аймағы болды да, ал бұл бізде nav бойынша шақырылу керек болған. Жаңа кодты тексеріп отырмын, мен стилистикалық қосымша берген кезде мына жерге хедер деп беріп кетіппіз. Бұл ең әуелгі стилистикалық қосымша болады, себебі бұл жерде навқа өзгерту керек, себебі бұл жерде біз именно шақырып тұрғанымыз мына жер болып табылады. Осы кезде бізде мынандай проблема дүниеге келеді, мінекей сұп-сұр болып тұрған. Сол үшін мына жерді жоғарға көтеру үшін жаңа бұл қателік жүзеге аспады, солай орындай берсек болады ма, солай істеп тұрды ғой деген сұрақтарыңыз болса, бұлай болмайды, себебі бұл логикалық жағынан қате дүние болып саналады, себебі біз хедер ретінде шақырып тұрған болатынбыз, ал бұл жалпы nav болып саналады. Сондықтан бұл логикалық тұрғысынан қате код болғандықтан мен өзгеріс енгіздім. Енді бұл жердегі сұрды кетіруді, яғни мына жердегі картинканы сдвинуть етудің екі жолы бар. Мен сіздерге қазір екеуін де көрсететін боламын. Бірінші кезекте біздерге subheader классымен жұмыс жасау керек, яғни мына класспен subheader классына барамыз, және де subheader классының ішіне біздер оның позишнын абсолют етіп белгілейміз. Қазір абсолют ретінде белгілейміз, және де оның width'і, яғни аумағы, мына жердегі аумақ бүкіл 100% қамту қажет. Осылай кетек. Енді егер де естеріңізде болса, оның ата-анасы осындай нәтижеге ие болу үшін, баласы осындай нәтижеге ие болу үшін міндетті түрде оның анасы relative функциясында жүзеге асу керек. Сондықтан мен хедерді шақырып, бөлек жаңадан хедерді шақырамда, оған position абсолютті беремін. Бұл жерде бәрін логикалық тұрғыда ойланып істеу керек. Егер де код жүзеге асып қалса, бірақ логикалық жағынан қате болып саналса, бұл қате шығармай біздің қалағанымыз шығарып тұрса да, бұл логикалық жағынан қате дүние болып саналады. Неке біздің нәрсеміз двинуться етті, яғни өзіміздің қалаған нәрсеге қол жеткіздік. Ендігі келесі кезекте біздер бұны екінші тәсілмен былай жасасақ болады. Қазір көрсетемін сіздерге. Бұны әзірше комментарий ала тұрайық. Subheader классындағы position мен width'ті ала тұрайық. Неке.
келесі кезекте біздер промо класспен жұмыс жасай аламыз. Осы промо класс арқылы біздер оны, яғни мына жерде image беріп тұр ғой, сол арқылы жұмыс жасасақ болады. Яғни бұл жерде біздер transform деген нәрсені қолданамыз. Transform, translate, y бойынша translate y бойынша жоғарға, яғни y өсе деген жоғарға, вертикаль ось бойынша оны жоғарға көтереміз. Мысалы, минус 85 пиксельге. Мен бұның барлығын әдейі есептеп шығардым. 84 пиксель екендігін, сондықтан сіздерге осылай көрсетіп жатырмын. Translate U арқылы да жасауға болады. Одан кейін бұл нәрсе жоғарға көтеріліп кетті де, мына жердегі жазулар жоғалып кетті. Енді сол жазуларды бетіне шығару үшін біздер z-индекс деген нәрсені қолданатын едік. Естеріңізде болса, бұл жерде мен z-индексті бірге теңестіремін де, subheader функционалындағы z-индексті мен 2 етемін. Z-индексті 2-ге теңестіремін, және де оның position relative етейін. Position relative етейін. Мінеке жүзеге асты, және де осындай жүзеге асу мінеке осылайша көрініс тапқан болады. Егер де просмотреть код арқылы қарайтын болсақ, бір нәтижені байқасаңыздар, мінеке мына жерде ақ бөлік қалады. Осы ақ нәрседен, бұл ақ нәрсе, бұл адаптация жасалмағандықтан болып саналады. Егер де адаптацияны осы дұрыс жасау үшін біздер алдағы уақытта адаптивность туралы әңгіме қозғаймыз. Сол кезде жүзеге асады. Ал жалпы екі жолды да қолға алсаңыз, яғни істесеңіз болады, бірақ мына position absolute арқылы жасаған осылай жеңілірек болып саналады. Дұрыс сұрақ және де. Сондықтан осыны естеріңізде алыңыздар деген ақпарат айтамын. Мына жердегі екі нәрсені жоя тұрайық. Мінеке, біздер яғни промо арқылы оны жоғарға көтере аламыз, translate арқылы, немесе subheader'дің position арқылы, absolute ету арқылы біздер оны жоғарға көтере аламыз. Мінеке, мына жерде байқасаңыздар, жаңа translate U функциясы арқылы жасалған кезде бізде ақ бөлік болған болатын, ал бұл жерде ешқандай ақ бөлік болмайды. Сондықтан осы position бірінші жол арқылы, absolute relative арқылы жасау бізге дұрыс болып саналады. Енді келесі кезекте сіздерге айта кетелік, мына секшнді өздеріңіз жасауыңыз қажет. Бұл жерде аса қиын емес деп ойлаймын. Бұл келесі кезекте мен сіздерге жұмыс жасаған кезде мына жерден бастап көрсететін боламын. Сондықтан мына нәрсені өздеріңіздің үй тапсырмаларыңызға алып, осы нәрсені аяқтауларыңыз сұралады, және де менюлар естеріңізде болса, әрдайым мына меню сайтты пролистать еткен кезде, мінеке, мысалы, мына жердегі нәрселер, мен қанша жерді пролистать етсем де, менімен бірге еріп келеді. Сол нәтижені, яғни мына нәрсе қанша бет ауыстырса да, мына жерден көрініс табу нәрсесін істеп көрсеңіздер деген ойдамын. Себебі бұл өте керек, және де көп жүзеге асатын функционал болып табылады. Келесі кезекте мына сайтты жасап отырған кезде бұл нәтижелердің барлық коды менде болады. Сондықтан сабаққа мұқият әрі зейінмен көңіл аударуларыңыз қажет, және де өте көп практика жасауларыңыз қажет. Жалпы веб саласында, егер де мен былай айтсам, нағыз бастапқы веб бағдарламасы үшін жылына сіздерге 800 сағат нәрсе керек. Егер де күніне 2 сағатыңызды арнасаңыз, сіз 400 күнде бастапқы программист ретінде жұмыс жасай аласыз. Егер де өз кезегінде 8 сағат жұмыс жасасаңыз, онда небәрі 100 күннің ішінде, яғни 3 айдың ішінде веб мамандығын игеріп ала аласыз. Сондықтан өтінемін сіздерден осы практика жасауды доғармаңыздар, және де алдыға мақсат қойып, соны орындауларға тырысыңыздар. Бұл курста мен сіздерге көп нәрсені үйретіп жатырмын, және де сол нәтижені
бірге алып, және де маған да өздеріңіздің ответ ретінде осындай практика жасап көрсеткендеріңіз дұрыс деп санаймын. Сондықтан ал егер де нағыз үйрене алмай жатырмыз, қиындық туғызады десеңіздер, әрине кодын мен сіздерге беремін. Сондықтан қош сау болыңыздар, Таңдас Тәдимен бірге болыңыздар.